Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан технологиялық колледжі өндірістік оқыту шебері Нұрғалиев Нұржан Тоқтарханұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қос иінді бұлғақты механизмді бұзу. Алдымен техникалық қауіпсіздіктің ережелерін сақталайық. Техникалық қауіпсіздік ережелері. Бірінші, арнайы киім техникалық қауіпсіздік ережелеріне сәйкес болу шарт. Құрал жабдықтар іске жарамды болу керек. Жұмыс орнына артық заттар болмауы тиіс. Өлшеміне сәйкес келмейтін қырлары желінген кілттерді пайдалануға болмайды. Қажетті құрал жабдықтар 10-ға, 12-ге, 13-ге, 14-ге, 17-ге, 19-ға, 21-ге, 22, 38 или газовый. Дөңес басты кілттер 12-13, торцовый головки және отвертка балға керек. Арнайы бұрылатын стендті жұмысты бастаймыз. Қозғалышқа барлық жағынан қол жетімді болу үшін қозғалышты бұзу кезінде еске сақтаңыз. Поршеньді, шатунды, укладышты, түпкі және шатундық төмендерді қайта құрастырғанда мұқият болыңыздар. Головканың цилиндр блогынан бекітілген болттарды ақтамыз. Головканың цилиндр блогынан шешіп аламыз. Головканың цилиндр блогынан төсеніш ажыратып аламыз. Маховикті бекітіп тұрған 6 болтты ақтамыз. Маховик айналып кетпес үшін арнайы монтажкамен ұстаймыз. Маховикті шешіп аламыз. Келесі, шатунның қақпағының 2 бекіткіш гайкасын шешеміз. Шатунның қақпағының отырғызылған орнынан балғамен ақырын ұрып аламыз. Укладыштың қақпағын шешіп аламыз. Шатунда және қақпағында цилиндрдің номері құрастыру кезінде шатундарға және қақпағындағы номері бір бақытты болу керек. Қақпағындағы белгінің орналасуына көңіл бөліңіз. Қайта орналастырғанда осы қалыпта болу керек. Шатунды шығарғанда оның болтынан балғаның ағашағымен ақырын ұрып шығарамыз. Цилиндрдің жағынан поршеньді шығарып аламыз. Қақпақтың түпкі подшипниктарын тек қана бір цилиндрдің блогына арналған. Өзара қақпақты ауыстыруға болмайды. Қақпақтан салынған белгі қозғалтқыштың алдыңғы жағынан бастап саналады. Ретпен қайта жиналады. Поршень шатунмен. Бірінші, жоғарғы компрессиялық сақина. Екінші, төменгі компрессиялық сақина. Үшінші, майсыздырғыш сақина. Төртінші, поршень саусағы. Бесінші, поршень. Алтыншы, шатун болты. Жетінші, шатундық қақпағы. Сегізінші, шатун. Түпкі подшипниктің 2 бекіткіш гайкасын ақтамыз. Қалған түпкі подшипниктерді шешеміз де иінді бұлғақты шешіп аламыз. Иінді біліктің төменгі укладышын шешіп аламыз. Иінді біліктің жоғарғы укладышын шешіп аламыз. Компрессиялық сақинаны поршеньнен бөлек шешіп аламыз. Назарларыңызға рахмет.